Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте жұмсақ, дәмі өте нәзік рамазан пиде жасаймыз. Ыдысымызға жылы сүтті құйып, ішіне 2 жұмыртқа, тұз, дрожж салып, сұйық май құйып араластырып аламыз. Ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында қамырды 1-2 рет қайтарып аламыз. Енді қамырымызды алып, 4 бөлікке бөліп, дөңгелектеп аламыз. Тағы да көтерілуге 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, сопақшалап немесе дөңгелекшелеп жайып, қайтадан бетін жауып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін жұмыртқаның сарысымен бетін жағып шығамыз. Бетіне қолымыздың көмегімен форманы салып, әдемілеп, духовкаға қызып тұрған 220 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Қаттырақ басыңыздар, болмаса нанның ортасы көтеріліп кетеді. Бетіне қалауымызша кунжут немесе макты себеміз. Егер рецепт ұнаса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаймыз. Менімен болғандарыңызға рахмет, ас болсын.